Біздің мазхабта сәху сәждесі уәжіп болып саналады. Сіз мысалы намазда бір уәжіпті тастап кеттіңіз бе, немесе парызды кешіктіріп қойдыңыз ба, онда сол үшін сіз сәху сәждесін жасау уәжіп сіздің мойныңызға. Жасамай кетсеңіз, күнәһар боласыз, әдейі жасамасаңыз. Біле тұра. Енді бұл қалай жасалады? Сәху сәждесі. Қай уақытта, қай жерде жасалатынына біз қысқаша тоқтала кетеміз. Жалпы қалай жасалады? Соған тоқталайық бірінші. وَيَسْجُدُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ. Бірінші, мысалы мен қазір намаз оқып тұрым, қосымша сүре оқуды ұмытып кеттім. Рүкүге барған кезде есіме түсті. Не болмаса 4 рәкағаттық намаздарда парыз және сүннет, бекітілген сүннет намаздарда алдыңғы 2 рәкатқа отырмай кеттім. Әбден 3 рәкатқа тұрғаным есіме түсті. Енді не істеймін мен онда? Намаздың әбден соңында, намаздың соңғы отырысында біз атахият дұғасын оқимыз. Одан кейін негізі дұрыс болған бір жаққа сәлем береміз. Түсінікті ме? Ол имам болса да, ол жамағат болса да, жалғыз оқысаңыз да, қандай жағдай болса да, біздің мазхабта қуатты болған көзқараста бір жаққа сәлем береміз. Түсінікті ме? Оң жағымызға ассаламу алейкум рахматуллах сәлем береміз. Сосын 2 рет сәжде жасаймыз. 2 рет сәжде жасаймыз. Сәждеде сәждені тәсбихін айтамыз. Субхан раббил а'ла. 3 ретте, 5 ретте деген сияқты солай. Екінші сәждеден басымызды көтерген соң қайтадан ат-тахиятны оқимыз, салауат оқимыз. Қайтадан өзіміздің оқыған пайғамбарымыздан жеткен дұғалар болса, Раббана атина фид дуния хасана деген сияқты дұғаларды оқып, оңымыз бен солымызға сәлем беріп, осылай сәху сәждесін аяқтаймыз. Түсінікті ме? Сәху сәждесі жалпы осылай жасалады екен.